Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Осы 90-да біз сіздермен театр өнері мен мәдениеті деп аталатын 8-ші бөлімді, Қазақстандағы туризм және экотуризм деп аталатын 9-ші бөлімді аяқтадық. Әдеби тілдік нормалар бойынша сіздер жай сөйлемнің құрылымдық түрлерімен таныстыңыздар. Яғни жалаң жайылма, жақты жақсыз, толымды толымсыз, атаулы сөйлемдер. Тыныс белгілерінен сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерімен танысқан болатынсыздар. Бүгінгі 90-дық жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында осылардың бәрі қамтылады. Біріншіден 4-ші 90 бойынша жиынтық бағалауға шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 40 минут, оқылым тапсырмасын орындауға 15 минут, жазылым тапсырмасын орындауға 25 минут уақыт беріледі. Тапсырмалардың түрлері: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымына келетін болсақ, негізі 90-дық жиынтық бағалау 3 компоненттен тұрады. Оның біріншісі тыңдалым, айтылым және әдеби тіл нормалары қашықтықтан оқуға байланысты алынып тасталған. Сіздер екінші оқылым және үшінші жазылым компоненттері бойынша тапсырмаларды орындайсыздар. Мақсаттар: тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау. Перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып мәтін бойынша сұрақтар құрастыру. Оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру. Өз ойын дәлелдеп жазу. Аргументативті эссе. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, төменде берілген сұрақтарға жауап жазыңыз. Мен сіздерге мәтінді мәнерлеп оқып беремін, мұқият тыңдаңыздар. Содан кейін өздеріңіз бірнеше қайтара оқып, мәтінді түсінгеннен кейін барып, тапсырмаларды орындауға кірісесіздер. Мәтінді тыңдайық. Бүгінде әлемнің көптеген елдерінде туризм саласы дамудың басым бағыттары ретінде экономиканың тірегі, қаржы көзі болып саналады. Сондықтан да отандастарымыз жылдағы демалыстарын Қара теңіз жағалауындағы демалыс орындары мен ыстық көлде өткізіп, таза ауада тынығып, мөлдір суына шомылып, демалыс дәмін татқысы келеді. Қарап отырсақ, туризмді дамытуға, оның игілігін көруге елімізде мүмкіндік бар. Қазақстанның туризм және спорт агенттігі бүкіл әлемдік туризм ұйымымен бірлесіп, сыртқы және ішкі туризмді дамытудың тиімді бағыттарын айқындап, соның бірі ретінде экологиялық туризмді атап көрсеткен. Экологиялық туризмге қатысты елдегі мүмкіндігі жоғары аймақтар ретінде Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Ақмола облыстары белгіленді. Елімізде бұл сала экономикамыздың әжептәуір пайда әкелетін тармағына айналып келеді. Алайда көптеген сарапшылар Қазақстанның өз мүмкіндігін толық пайдаға асыра алмай отырғандығын сенімді түрде айтады. Өйткені туризмнің дамуы бірінші кезекте саяхаттауға барлық жағдайдың жасалуына байланысты. Сол себепті сыртқы елдерге шығатын туристер саны әлі де басым болып отыр. Соңғы кездері Қазақстан саяхатына шетелдік қонақтар қызығушылық танытуда. Себебі әлемдегі дәстүрлі саяхат орындары бүгінде өзінің маңыздылығын жоя бастады деп түсіндіреді. Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстанның әлемдік туризм нарығының биігіне көтерілуіне мүмкіндігі бар деп есептеледі. Құрметті оқушылар, бірінші 3 тапсырма бір таңдауды қажет ететін сұрақтар. Біріншіден, мәтіннің не туралы екендігін анықтайсыздар. Екіншіде, шетелде демалатын туристердің көптігі жайлы мәтіннің қай бөлігінде айтылған, соны анықтайсыздар. Үшіншіде, мәтіннің тақырыбы қандай,
яғни мәтіннің тақырыбын анықтайсыздар. Төртінші тапсырма. Мәтіннің соңғы бөлігінде не туралы айтылған? Сөйлемдерді өз сөзіңізбен жеткізесіз. 5-7 сөйлем жазсаңыздар жеткілікті. Бесінші тапсырма. Бүгінде әлемнің көптеген елдерінде туризм саласы дамудың басым бағыттары ретінде экономиканың тірегі, қаржы көзі болып табылады. Яғни сіздер берілген сөйлемді әрі қарай өрбітіп жазуларыңыз қажет. Алтыншы тапсырма. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанның әлемдік туризм нарығының биігіне көтерілуіне мүмкіндігі бар деп есептеледі. Бұл жерде де сіздер беріліп тұрған сөйлемді әрі қарай өрбітіп жазуларыңыз қажет. Әлемдік туризм нарығының биігіне әрі қарай өздеріңіз жазасыздар. Жетінші тапсырма. Алайда көптеген сарапшылар Қазақстанның өз мүмкіндігін толық пайдаға асыра алмай отырғандығын сенімді түрде айтады. Бұл жерде де сіздер осы сөйлем бойынша өздеріңіздің ойларыңызды өрбітіп, әрі қарай жазасыздар. Мәтіннен алынған пікірге өз тұжырымыңызды білдіріңіз. 8-ші тапсырмада. Қарап отырсақ, туризмді дамытуға, оның игілігін көруге елімізде мүмкіндік бар. Яғни сіздер тест тапсырмаларынан кейінгі тапсырмаларда өз ойларыңызды өрбітіп жазуларыңыз қажет. Бұл жерлерде сіздер 3-4 сөйлеммен жеткізсеңіздер жеткілікті. Жазылым тапсырмасы. Берілген екі тақырыптың бірін таңдап, жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай, сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін қолданып, аргументативті эссе жұмысын орындаңыз. Бірінші, саяхаттау мүмкіндігі болса, қай жерге барар едіңіз? Неліктен? Яғни осы сауал төңірегінде ойларыңызды өрбітіп, эссе жазасыздар. Екінші, театр мәдениет ошағы һәм ұйытқысы. Ел өмірінің айнасына айналған театрларымыз күннен күнге шама шарқынша дамып келеді. Алыс жақын шетелге танылып, әлінше өз өнерін көрсетіп, еліміздің танылуына үлес қосып жүрген жайы бар. Театрымыздағы көрермендердің мәдениеті қай деңгейде? Жалпы, терезесін әлемді мойындатқан елдермен теңестіруді мақсат тұтатын мемлекеттің көрермендері қандай болуы керек? Осы сауал төңірегінде де ойларыңызды өрбітіп, эссе жазсаңыздар болады. Яғни екі тақырыптың бірін таңдап, аргументативті эссе жұмысын жазасыздар. Құрметті оқушылар, 90-дық жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескриптарға сүйеніңіздер. Бірінші 3 тапсырмада дұрыс нұсқаны анықтай алғандарыңызға 1 ұпайдан аласыздар. 4-ші тапсырмада міндетті түрде сіздердің жауаптарыңыз ескеріледі. 5-ші, 6-ші, 7-ші тапсырмада да тура солай. Яғни сіздердің жауаптарыңыз ескеріледі, тек қана өз пікірлеріңізді, көзқарастарыңызды дұрыс жеткізуге тырысыңыздар. 8-ші тапсырма 3 ұпаймен бағаланады. Бұл жерде де сіздердің жауаптарыңыз ескеріледі, ойларыңызды жүйелі жалғастыруларыңыз қажет. Өз ой пікірлеріңізді білдірулеріңіз шарт, және соңында тұжырым жасауға міндеттісіздер ұпай алу үшін. Сондықтан 8-ші тапсырмада мәтінді жазу барысында ойларыңыздың жүйелілігіне, пікірлеріңізді білдіруге, тұжырым жасауға баса назар аударыңыздар. Сонымен жалпы оқылым тапсырмаларын дұрыс орындасаңыздар 10 ұпай жинайсыздар. Жазылым тапсырмасы 5 ұпаймен бағаланады. Сонда барлығы жалпы 15 ұпай. Жазылым жұмысын жазу барысында беріліп отырған сипаттамаға қараңыздар. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.